Сенесіз бе? 50-ге рейстада еримейтін балмыздақ. Бұл сізді таңғалдырады. 50 минут бойы еримейтін балмыздақ. Десерт ғылымы туралы адамдар білмейтін не бар? Құлпынай таниндер копия болуы мүмкін екен. Висконсин университетінің ғалымдары полифенолдар, өсімдік қосылыстары балмыздақтың еруге төзімділігін арттыратынын анықтады. Танин қышқылы. Суды байланыстыратын, майды байланыстыратын, ақуызды байланыстыратын қатты микроскопиялық торды құруға көмектеседі. Суды орнында ұстап тұрады. Сондықтан балмыздағыңыз ағып кетпейді. Басқа топтар толығымен жемістерді қолданды. 2025 жылғы зерттеу құлпынай фенолды сығындыларының әсіресе флюорогабеттен 1,1%-ға дейінгі мөлшерде еруді айтарлықтай баяулататынын көрсетті. Ең жақсы үлгі шамамен 50 минут сақталды. Бұл ешқашан еримейді деген сөз емес, бірақ бұл әдеттегі бірнеше минуттан үлкен секіріс. Компаниялар мұны қазірдің өзінде коммерцияландырып жатыр, синерезисті азайтады. Майды бірге ұстайды, суды бірге ұстайды, ауа көпіршіктерін серпімді етеді. Сонда құрылымы сақталады. Қызықты факт. Бір жапондық кондитер аспазшысы құлпынай сығындыларымен тәжірибе жасап, кездейсоқ бастап жіберген. Қорытынды, еримейтін балмұздақ шынайы полифенолдар. Бұл ақылды амал, бірақ бұл тылсым күш емес. Зертханалардан, стартаптардан қаттырақ, аз тамшылайтын балмұздақтарды күтіңіз, және егер сезімталдығыңыз болса, жапсырмаларды тексеріңіз. Жабылу сөзі. Жазғы ыстыққа төтеп беретін балмыздақ ғылым десертті аздап сталқындатты.